Көріп отырсыңдар ма өздеріңде? Сәлем қыздар, сәлем бізді көріп отырған барлықтарыңызға. Менің есімім Сандуғаш, мен қасында отырған Жұпар, менің партнерым. Біз BIC компаниясының серіктестері боламыз, барлықтарыңызға сәлем жолдаймыз. Бізді егер қарап отырсаңыздар, біздің енді бүгінгі видео жазуымыздың себебі Жұпар екеуміз сіздерді біздің компанияға шақырғымыз келеді. Қазір BIC компаниясы жұмысын бастап жатыр ғой Қазақстанның аумағында. Олай болса, қазақ тілді егерде топта жұмыс істеймін десеңіздер, тек қана енді біз қазақша ғана сөйлеспейміз, орысша да біз өзіміздің ойымызды жеткізе аламыз, сөйлесе аламыз. Ал негізі егерде қазақ тілді қыздар араларыңызда болса, біздің топқа қосылыңыздар. Солай ғой, Жұпар, иә? Иә. Жұпар менің серіктесім, менің және де көршім. Мен Жұпарға осы BIC компаниясының жалпы өнімдерін ұсынған кезде Жұпар өзі нетіп, жаңағы заказ беріп, көптеген заказдар да алды, мінекей. Ұнатты, енді команда құруда, иә, Жұпар? Иә. Айта бер. Бұл BIC компаниясына мен күзде тіркелдім, бір рет продукцияларын алдым. Мен қазір декретте отырмын, 2 кішкентайым қызым бар. Яғни мен әзірге жұмысқа шыға алмаймын. Сондықтан интернетті қарасаң, елдің бәрі жұмыс істеп табыс тауып жатқан сияқты. Сондықтан мен дағы көрейін деп шештім. Ештеңеден ұтпаспыз, ұтылмаспыз деп. Содан мен алдымда басқа компанияларға да жазылдым. Енді айтпай қояйын, солардың аттарын енді біреулерінде табысқа жету жолы қиындау болды, біреулерінде уже кең тарап кеткендіктен одан команда жинауда қиындау болды. Ал мына біз айтып отырған BIC компаниясы нарықта, яғни Қазақстанға енді келіп жатыр. Жаңа бұның бір ұтымды, тиімді, ең басты фишкасы ол табиғи, таза. Әр өнімнің өзінің сыртында проценттері барлығы бірге жазылып тұрады. Қайсы 81 нәрсе, 85, 88, 90, 98%-ға дейін, мысалы, әйелдердің кремдерінің 30 плюстікі, 40 плюстікі. Мысалы, мен өзім осы 40 плюстікін бір айдай пайдаланып жүрмін. Бұның құрамы жаққан кезде өзі бетте әсері болады. Мысалы, ыдыс жуатыны мысалы өте тамаша. Басқа ыдыс жуғыштармен салыстырған кезде қолды мысалы крем жағудың да қажеті жоқ болып келтіреді. Яғни бұл компаниямен айналысуда өнімдерінің сапасы, тиімділігі арқылы, басқаларға ұсыну арқылы, осы компания туралы айту арқылы, басқа адамдар өздеріне алатын заттары бізге бал болып түседі, сол бізге айлық болып түседі. Ештеңеден ұтылмаймыз. Бірақ бұл жерде табиғи заттарды пайдалану өзіміз үшін де дұрыс, балаларымыз үшін де дұрыс. Көріңіздер, пайдаланып көріңіздер. Одан кейін ғана сапасы туралы сіздерде ой қалыптасатын болады. Бұл жерде айта кету керек, Жұпар, кейбір адамдар ойлайды ғой, біз мысалы екеуміз сетевик болып туылған жоқпыз ғой, иә? Екеуміздің де жұмысымыз бар. Мысалы, сен енді қазір декретте отырған анасың, бірақ жұмысың болды. Бұл кісі негізі филолог, ақылды, көз ашық, көкірегі ояу адам. Көбісі ойлайды, ойбай, сетевой маркетингпен айналысатын адамдардың кішкене шариктері жетіспейді деген сияқты. Басқа нәрсемен айналыса алмайды, сол үшін осыған келеді деп ойлайды. Жоқ, негізі сетевой маркетингпен мен айтайын сіздерге, өте ақылды адамдар ғана жаңағы көтеріледі депші. Сол үшін де шыдамды, ақылды болғанда, шыдамды, сабырлы, нәрсенің байыбын бар алатындай. Мысалы, басқа компанияларда да мысалы жүр ғой қыздар, мысалы табысқа жетіп, оны бәрі бір-ақ күнде, бір айда болмайды, уақыт өте келе түсіністікпен қалыптасатын нәрсе. Біз енді басында қазір бастап жатырмыз ғой, сіздерді не үшін шақырып жатырмыз, біз әлі ешқайда көтеріліп кеткен жоқпыз. Сол үшін қазір біздің топқа жазылсаңыздар, егерде бізбен бірге көтерілуге мүмкіндіктеріңіз бар, соған шақырамыз. Жұмыс қиын емес, тек қана бір нәрсені күнделікті айту, осы өнімі 90%, 100% табиғи заттарды енді бұны дүкеннен де сатып алып жатамыз ғой, өткізу арқылы. Нені көрсетеміз? Көрсетіп шығайық, иә, мінекей мынау гель для душа, өзің көрсетсің бе? Так, гель для душа, мінекей Жұпардың алған товарлар ғой. Мына туралы айта кетсең болады, иә, Жұпар? Ыдыс жуғыш. Бұл ыдыс жуғышты мен Инстаграмда желіме салдым. Яғни бұл мысалы ферримен жуған кезде қолдың барлығы сіресіп, қатайып, қатты болып қалады. Ал мынамен жуғаннан кейін бұны яғни сумен араластырып та қойып жууға болады. Біразға жетеді, әрі бұны жуғаннан кейін қолды тіпті сабынмен жуу да қажет емес. Қол сондай жұмсақ, балғын болып тұрады. 90% бұл табиғи өнім.
Сол барлықтарыңызға тағы да көрсететін болсақ өте көп, мінекей помадалар. Помаданы айта кету керек, помаданың иісі бұрынғы біздің мамаларымыз жаққан помаданың иісі яғни табиғи, иә. Мысалы зубная пастаның өзі, мысалы бір пайдаланған адам уже басқа зубная пастамен жууға келмейді. Өйткені иісі дәмі баяғы біздің бала кездегі сияқты, яғни шынымен табиғи. Өйткені қазір бәрі химия қаптап кетті, біз өзі шатасып та қалдық қой, немен жууға, немен жумауға. Қазіргі тіс ауруларының барлығы сол құрамында химия көп болғандықтан. Жұпар негізі молодец қыз, өзінің кішкентай балаларымен үйде отырып, өздеріңіз білесіздер ғой, үйде отырған адамның шаруасы бітпейді негізі. Ол сырт көзге ғана ойлайды адамдар, үйде отырса, ой, рахат деп. Ондай емес, ылғи балалармен алысып жүріп, арпалысып жүріп, осы бизнесті де жасап жатыр. Бірнеше қаланың адамдарын тіркеді, тек қана Инстаграмда. Сол үшін бұрынғы бизнес сияқты емес, сетевой, қазір деген тек қана үйде отырып, осымен айналысуға болады. Соған шақырамыз, сіздерді үйретеміз. Иә, бұл компания туралы алғаш мен Сандуғаштан естідім. Енді сөзінің шынын айтайық, алдында біз Сандуғаш екеумізде Фаберликке тіркеген болатынбыз. Үйде біраз Фаберликтің заттары да бар. Бірақ оны менен салыстырған кезде мынаның сапасы өте жақсы болды. Біз бұл жерге келдік, команда құрып, әрі қарай Алла жазса табысқа жетеміз деген оймен. Енді ол компанияны біз жамандамаймыз, әр компанияның өзінің жақсы тұстары да бар, осал жақтары да бар. Бірақ біздің таңдағанымыз бұл жерде табиғилық. Соған келдік, біз ең бастысы табиғилық. Өйткені біз жасарып жатқан жоқпыз, күннен күнге жас қосып жатырмыз. Сол үшін осы қалпымызда кішкене қалып қалғымыз келеді, біраз ұстап қалғымыз келеді. Сол үшін біз табиғилықты, ол енді денсаулыққа да пайдалы, табиғилықты таңдадық. Сол келіңіздер біздің структураға. Пайдаланып көріңіздер. Бұлдағы жаңа озық технология. Кім болса да, мысалы, біз үйге телевизор алған кезде де біраз уақыттан кейін басқа телевизорды жаңасын алып көргіміз келеді. Сол сияқты ғой, мына продукцияларды уже бұрынғыдан гөрі табиғи, өйткені сапасы дұрыс болғандықтан сіздерге насихат жүргізген түріміз. Иә, тек қана енді бұл жерде бизнес деп айтып отырмыз ғой, бір тек бизнес құру емес, өздеріңіз құр тұтынушы болсаңыздар да болады. Егер де тегін тіркелсеңіз, 33% скидка болады сіздерде. Жеңілдік, 33% жеңілдіктеріңіз болады. Бізде қыздар тіркеліп жасап жатыр. Шымкент жақта, Қостанайдан, Семейден, Алматы жақтан, Ақтаудан, Атыраудан барлық осы Инстаграм арқылы естіп, ақырындап жаймендеп бастап жатыр. Әрине, мен қазір айтпаймын, олар барлықтар жақсы табысқа жетіп жатыр. Бізде әзірге, мысалы, қазір алып жатқан, тауып ай сайынғы түсіп жатқан балтарымызға біз, мысалы, өзімізге керекті осы ыдыс жуғыш, кір жуғыш деген сияқты сондайларды алып жатырмыз. Ол басы. Бір жарты жылдан кейін, мысалы, адамдар неғұрлым көп алған кезде жақсы болып жатыр. Айналада қарап отырсаңыздар, өздеріңізде түсінесіздер ғой. Иә. Енді рахмет назарларыңызға. Біз не істейміз енді ары қарай? Екеуміз шай ішеміз ба? Шай берсең. Мен бүгін Жұпардың үйіне бірінші рет келіп отырмын. Осы видеоны арнайы жазайықшы қыздарға. Біздің бар екенімізді көрсетейікші. Осы Қазақстанда осы Биоси компаниясымен алғаш айналысып жатқан лидерлердің бірі, өзімізден лидер санаймыз. Біз бармыз деп видео жазу мақсатында келіп отырмын. Енді Жұпардың үйіне кішкентай қызын да көріп жатырмыз. Бұл Айназ, менің инстаграмдағы аккаунтта бар, Айназым деген. Бұл Айназ, көмекшісі ұйықтап жатыр. Иә, бұл менің орыста естиді кейде. Мотивациясы Жұпардың. Осы қыздар үшін жұмыс істеп жатыр ғой енді. Бәріміз де сол ғой, бала үшін, бәрін бала үшін жасаймыз. Жақсы, сіздерге рахмет. Сау болыңыздар. Келесі видеоларға дейін. Биоси компаниясына келіңіздер. Сау болыңыздар.